Сәлем достар, бүгін сіздермен қалай Samsung телефондарында памятты тазалауға болады, сол тақырыпта көптеген жандарды қызықтыруы анық, себебі барлығымызда осы память проблема. Сол себепті осы видеоны соңына дейін көріңіздер, және де видеоны лайк басып, супер кеңес каналына тіркелуді де ұмытпаңыздар, себебі бұл каналда сіздерге өзім қолданып жүрген лайфхактармен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көруді кеңес беремін, себебі бұл видеода өте керемет кеңестермен память тазалаудың ең керемет жолдарымен бөлісетін боламын. Енді ең алдымен біз Samsung телефондарында қандай марка болмасын, бізде мои файлы деген бөлім болады. Әркімде әртүрлі жерде орналасады. Менікі мына жерде мои файлы дегенге кіреміз. Қарап тұрғандарыңыздай, менікі де уже 29-98 гигабайт уже толы, жаңа ғана менде тазартып жатып, осы сіздерге видео түсіруді ойыма келді. Және де осы видеоны сіздермен бөлісуді де ұмытқан жоқпын. Менікі уже 32-ге жақындап қалған еді. 1-2 гигабайт болса да тазалағаныма өте қуанып отырмын. Қазір тағы да одан әрмен тазалайтын боламын. Енді мои файлы деген бөлімге кіресіздер. Мои файлы деген бөлімге кіргеннен кейін сіздерде менікі сияқты тұруы мүмкін, немесе басқаша да тұруы мүмкін, бірақ бәрібір де реті бөлек болғанымен барлығы бір настройкада жинақталған. Главное, Samsung телефондарында болса болғаны. Енді мои файлға кіргеннен кейін біз мына жерде көріп тұрғандарымыздай анализ хранилище дегенге кіреміз. Сол кезде осы жерде біздікі изображениеміз, яғни суреттеріміз қанша пайызын алып жатқанын барлығын осы жерден көруімізге болады. Және де осы жерден көріп алып, нақты нені тазайтығымызды шешіп алуымызға да болады. Енді менікі уже 93% толған памятымның. Және де енді мына жерде қарап тұрғандарыңыздай көптеген бөлімдер бар. Осы жерде бөлімдерді, мына жердегі бөлімдердің барлығын тазалауымызға болады. Егер сіздерге уже керек емес дүниелер болса, осы жерден кіріп тазаласаңыз болады. Ал корзинаға бізге вообще керек емес дүниелерді мына жерде тұрған 3 нүктені басып ұрып корзина бөліміне кіреміз. Және де осы жерде тұрған, яғни біз өшіріп тастаған, бірақ корзинада сақталып тұра беретін дүниелер де бар. Енді мына жерде менің өзім нелеріме кіретін болса, мына жердегілер, бұның барлығы уже өшірілген, но корзинада сақталған. Бірақ бұның барлығы менің памятымда алып тұр. Сол себепті бұның барлығын өшіреміз. Осылай сіздерде қарап, өздеріңізге керек емес дүниелерді өшіріп тастап, бірақ сонда да телефон сақтап жүрген болса, сіздерді іздестіріп көріңіздер. Мысалы, менде мынау документтер қазір вообще керек емес, но сонда да менің телефонымда сақталып память алып тұр. Енді удалить етеміз. Удалить жасаймыз осылай. Осылай жасағаннан кейін, мына жерде уже корзинада ешқандай 30 күннің ішінде түскен ешқандай фото немесе видео ешқандай нәрсе қалмады. Сіздерде осы корзинаны тазалаңыздар ең алдымен. Және де енді бұдан кейін біз последние файлы дегенге кіретін болсақ, бұл маған уже керек дүниелер. Мына жердің барлығына кіріп көреміз. Және де егер өзіңізге керек емес дүниелер болса, осы жерде өшіреміз барлығын. Және де енді біз тағы да басқа жолын үйретемін дедім. Осылай тазалап тұрсаңыздар да болады күнделікті. Және де одан кейін біз мысалы настройка бөліміне кіреміз. Енді тағы да керемет бір жолын ұсынамын. Ең алдымен біз приложение деген бөлімді тауып аламыз. Мен өзім дәл осылай тазалап жүремін. Ешқандай, мысалы, біреулерде айтып жатады, осындай қосымшаны жүктеуіңіз керек. Содан кейін мен оны қолданып та көрдім, бірақ басында жақсы жұмыс жасағанмен кейін дұрыс жұмыс жасамай кетті. Енді мысалы, қазір мына жерде тұрған осындай нелерді, память дегендерді осылай кештердің өзі талай памятыңызды алып жатады. Сол себепті қолыңыз бос кезде барынша, егер сізге памятыңыз аз болып, басқа варианты жоқ болса, әрине енді осылай тазалауыңыз керек. Тез тазалау деген нелер болып жатады, видеолар болып жатады, бірақ олар ұзаққа емес. Сол себепті осыны ерінбей, осы жердегі ең көп қолданатын қосымшаларыңыз сіздердің ең көп памяттарыңызды алады. Сіздерге құпияны осыны бөлісейін. Сол себепті ең көп қолданатын қосымшаларыңызға кіріп тазалап тұрыңыздар.
сонда сіздердің памяттарыңыз, яғни алып жатқан мысалы TikTok болсын, YouTube болсын, WhatsApp болсын, соған келген сообщениенің барлығының өзі және де көріп тұрған осы YouTube видеоңыздың өзі сізде память алады. Соны ұмытпаңыздар. Енді мына жерде Telegram-ның өзі көптеген файлдарды тез жүктеп алады. Сол себепті мына жерде тұрған көріп тұрғандарыңызға қазір мына үстін басып тұрамыз. Сол кезде мына жерде леп белгісін басамыз. Леп белгісін басқаннан кейін мына жерде память деген тұрады. Осы жерде мен жаңа ғана тазалап болған едім, соның өзінде уже жиналып жатыр. Очистить кеш дегенді басамыз және де управление памятью дегенді басамыз. Еш қорықпаңыздар Телеграмда, себебі Телеграмда қайтадан өшіріп, қайтадан жүктеп алатындай мүмкіндік бар. Енді осы жерде біз мына жерде очистить базу дегенді тазалап тұрсақ, бізде көптеген фото, видеоларымыз өзі біз көрмесек те жүктеліп жатады Телеграмда. Осыны тазалап тұрсақ, бізде әжептәуір памятіміз бізде тазаланатын болады. Мен өзім, жеке өзім осылай тазалап жүрмін қазіргі таңда. Және де ал қалғандары уже біленің алып жатқан қосымшаларымның гигабайттары, яғни ол тек қана пайдалы дүниелерге кетіп жатыр. Сол себепті сіздер де менің лайфхактарыммен қолданып көріңіздер. Егер пайдалы болып жатса, видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Осы әдістермен қанша гигабайтыңызды тазаладыңыз, соны да комментарияға жаза кетуді ұмытпаңыздар. Супер кеңес каналымен дос болыңыздар, себебі супер кеңес каналында әрдайым супер кеңестер шығып отыратын болады. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.